Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 3-ші сынып оқушыларына қазақ тілі пәні бойынша 4-ші сабақты өтетін боламыз. Оқушылар, бүгін біз бұл малдың төлі деген тақырыппен танысамыз. Қойдың қозысы, ешкінің лағы, сиырдың бұзауы, жылқының құлыны, түйенің ботасы. Жаңа сөздер: құлын, бота, бұзау, қозы, лақ. Дұрыс айт. Құлын, бұзау, қозы, лақ. Оқылым айтылым. Қайтала. Құлын, бота, қозы, бұзау, лақ. Тыңдалым айтылым тапсырмасы. Бірінші тапсырма: мәтінді тыңда, бұл ненің төлі? Суреттегі малды атап, төлдерін көрсет. Бота түйенің төлі, лақ ешкінің төлі, құлын жылқының төлі, қозы қойдың төлі, бұзау сиырдың төлі. Жазылым тапсырмасы. Екінші тапсырма: көп нүктенің орнына керекті қосымшаны жалғап жаз. Қойдың төлі қозы, ешкінің төлі лақ, жылқының төлі құлын, түйенің төлі бота, сиырдың төлі бұзау. Оқылым тапсырмасы. Үшінші тапсырма: мәтінді оқы. Біз малдың төлдерін жақсы көреміз. Маған құлын ұнайды, ал ағама бота ұнайды. Қарындасым қозыны жақсы көреді. Ініме бұзау мен лақ ұнайды. Төлдер әдемі, сүйкімді. Олар шөп жейді, ойнайды. Айтылым тапсырмасы. Төртінші тапсырма: мәтін бойынша бір-біріне сұрақ қойыңдар. Әлібекке не ұнайды, ол ненің төлі, ол не істейді? Ағасына не ұнайды, қарындасына не ұнайды, інісіне не ұнайды, төлдер қандай, олар не жейді? Жазылым тапсырмасы. Бесінші тапсырма: көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып жаз. Әлібекке құлын ұнайды, ол жылқының төлі. Ағасына бота ұнайды, ол түйенің төлі. Қарындасына қозы ұнайды, ол қойдың төлі. Інісіне бұзау мен лақ ұнайды, олар сиыр мен ешкінің төлдері. Төлдер де жанды табиғатқа жатады. Айтылым. Алтыншы тапсырма: төлін тап ойыны. Суретке қарап сұраққа жауап бер. Бұл ненің төлі? Қай малдың суреті жоқ? Оның төлін не деп атайды? Сиырдың төлі бұзау, жылқының төлі құлын, түйенің төлі бота, қойдың төлі қозы. Суретте ешкі жоқ, ешкінің төлі лақ. Кел жаттайық. Қой баласы қоңырын, қойдан жуас момыным, шопан ата түлегі, қошақаным қайдасың? Есте сақта. Маған құлын ұнайды, ағама бота ұнайды, қарындасым қозыны жақсы көреді, ініме бұзау мен лақ ұнайды. Оқушылар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркеліп лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Келесі сабақты жіберіп алмаңыз. Сау болыңыздар.